Баршамызға сәлем достар. Әдеттегідей сіздермен бірге Шору каналы. Түсіңізде жаназа намазын оқысаңыз, оны қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Жаназа намазы мұсылмандардың қайтыс болғаннан кейін орындайтын ғибадаттардың бірі. Өйткені бұл табиғи нәрсе және оның ешбір зияны жоқ. Бірақ түс көрумен байланысты болса, мағынасы әртүрлі болмақ. Түсіңізде шахидтің жаназа намазы туралы түсіңізде көрсеңіз, оның дүниедегі және ақиреттегі жоғарғы мәртебесін білдіреді. Түсіндегі жаназа намазы түс көрушінің тәубе етуіне, күнә жасаудан бас тартуы және Құдайға қайта оралуын нұсқайды. Түсінде жаназа намазын көрген жалғыз басты әйел адамгершілігі мол, салиқалы, тақуаға үйленетінін білдіреді. Түсінде жаназа намазына қатысу, ақиқат пен хидияға жолында жүруі, күнәлардан және дүниелік ләззаттардан алыстауын білдіреді. Ибн Сирин жалпы түсінде жаназа намазын түсінде көруі қиыншылық пен уайымға түсетінін білдіреді. Бірақ Аллаға жақын болуы және жалбарынуы қағидадан құтылуға көмектесетінін білдіреді. Түсінде жаназа намазын көруі түс көрушінің билеушіге еретінін білдіреді. Ибн Сирин түсінде мешітке жаназа намазын көруі түс көруші басқалармен жақсы қарым-қатынаста болуы және отбасы және достарының достық сүйіспеншілігін білдіреді. Тұрмыстағы әйел қайтыс болған анасының жаназа намазы оқып жатқанын көрсе, бұл оның өмірінде тұрақтылығының, балаларының кез келген аурудан айығуы және жақсы аяқталуын көрсетеді. Түсінде өлген адамсыз жаназа намазы тыйым салынған ақша, жаман беделді және моральдық бұзылуды білдіреді. Жаназа намазда қатты дауыспен жылауы түс көрушінің үлкен дағдарыста, ауыр аурудан немесе жақын адамнан айырылуын білдіреді. Қыз бала жаназа намазында бір адаммен бірге бара жатқанын көргенде, қоғамда артықшылығы бар орын алатын лайықты адаммен араласатынын білдіреді. Тұрмыстағы әйел түсінде жиналғандардың күйеуінің жаназа намазын аяқтап, олардың артынан жүргенін көрсе, ол күйеуінің қорғайтын және ол жоқта оны қорғайтын мойынсұнғыш әйел болып табылады. Жүкті әйел түсінде жаназа намазы ер бала туылатынын көрсетеді. Егер жүкті әйел түсінде қайтыс болған адам үшін дұға етіп жатқанын көрсе, онда ол өмірінде кейбір қиындықтарға тап болады, бірақ оларды жеңеді. Жүкті әйел бала туып, бірақ оның қайтыс болғанын және түсінде оған дұға етіп жатқанын көрсе, оған қарсы қастандық жасайтын адамдар бар және олардың басым түсетінін білдіреді. Жүкті әйелдің түсінде жылау және айқайға толы жаназа намазы, оның босану кезінде кейбір қауіп-қатерге ұшырауы және мүмкін рухтың жоғалуын білдіреді. Ажырасқан әйел түсінде шахидтің жаназа намазы оған Алладан өтемақы және өміріне, ақшасына және балаларына берекет болатын сүйінші хабар болып табылады. Егер ажырасқан әйел қайтыс болған адамның жаназа намазын оқып, үлкен және аңызға айналған шеруде жүріп келе жатқанын көрсе, қоғамда маңызды тұлғасы бар жігітке үйленетінін білдіреді. Әкесінің жаназа намазын оқып жатқанын көріп болғанын, ажырасқан әйел әкесінің оған ыза болғанын, оның істеген ісіне қанағаттанбайтынын және оның бұрынғы күйеуіне оралуын қалайтынын көрсетеді. Түсінде бір кісінің бірнеше жаназа намазын қатысып жатқанын көруі, оның жасаған күнәлары мен қателіктерінің көптігін көрсетеді. Егер адам өлген адамның жаназасында намаз оқып, қатты жылап жатқанын көрсе, бұл оның өмірінде ауыртпалығының және көп уайымға азап шегетінін білдіреді. Егер түс көруші өзінің өлі және қара матаға оранғанын көрсе және жиналғандардың оған дұға етсе, онда бұл кедейлікті, ауруды немесе ақша жоғалтуды білдіреді.